Ипполит Физо зертхана әдіс арқылы жарық жылдамдығын алғашқы рет анықтаған ғалым. Ол кезде, яғни 19 ғасырда Оли Рөмердің өлшеулері бойынша жарық жылдамдығын секундына 200 000 шақырымнан астам болатын белгілі болған. Мұндай жоғары жылдамдықты зертханада қалай өлшейтін? Физо өз тәжірибесінде көп тістері мен ойықтары бар моторлы айналмалы тісті доңғаляқты қолданған. Маңыздысы тістердің ені ойықтардың енімен бірдей болу керек. Жарық көзінен шығатын және доңғаляк пен бақылаушы арасында жүретін жарықты көріну үшін оны стратегиялық түрде орналастырылған оптикалық линзалар арқылы күшейту керек болған. Қарапайымдылық үшін біз осында оларға қарамаймыз. Жарық көзі мен доңғаляк арасында 45 градусқа бұрылғанай жартылай мөлдір айна орналасқан. Жарық қосылған кезде сәулесі бұрышты айнаға түсіп, тісті доңғаляктың сыртқы жиегіне бағытталады. Дөңгелектің басқа жағында жарық екінші жазық айнаға түсіп, дөңгелекке қайта шағылады. Бұл айнасы дөңгелектен 8 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан. Дөңгелектің тістерінің арасынан екінші рет өткеннен кейін жарық бақылаушыға жетеді. Дөңгелек айнала бастағанда ол жарықтың өтуіне кедергі жасай алмайды және жарық әлі де бақылаушыға көрінеді. Жарық жылдамдығы соншама жоғары, ол екі тістің ойық арқылы өткеннен соң жазық айнадан шағылысады және бақылаушыға бара жатқанда ол сол екі тістің ойық арқылы өтеді. Бірақ егер дөңгелек өте жылдам айнала басталса, қызықты жағдай болуы мүмкін. Жарық екі тістің арасындағы ойықтан өтіп, дөңгелекке қарай шағыласқан кезде тістер арасындағы ойық келесі тіспен жалғасуы мүмкін. Бұның себебі екі тіс арасынан өткеннен жарық сәулесіз айнаға дейін және кері жүріп өткенше дөңгелек ойықтарының орнына тістері отыратындай бұрылып үлгереді. Және шағыласқан жарық сәулесін бөгеп тастайды. Бұл кезде бақылаушы жарықты көре алмайды. Жарықтың доңғаляктың жиегінен айнаға және артқа өтуіне кететін уақыты дөңгелектің бір тістің еніне айналуына кететін уақытқа тең. Дөңгелектің айналу жылдамдығын және жарықтың жүріп өткен жолын білсек, жарық жылдамдығын анықтай аламыз. Жылдамдығы қашықтыққа бөлінген уақытқа тең. Физо тәжірибесінде жарық жылдамдығы уақытқа бөлінген қашықтықтың 2 есесіне тең болатын. Бұл формуладағы уақыт тістер арасындағы ойық дөңгелектегі тіспен ауыстырылғанға дейінгі уақыт. Ол дөңгелектегі тістердің жалпы санының дөңгелектің бұрыштық жылдамдығына бөлгеніне тең. Демек, жарық жылдамдығы 2-ге көбейтілген қашықтыққа дөңгелектің айналу жылдамдығына көбейтілген және тіс еніне бөлінген. Біз тістің ені дөңгелектің шеңберін тістер санына бөлу арқылы жаза аламыз. Сондай-ақ дөңгелектің бұрыштық жылдамдығын оның шеңберін секундына айналым ретінде өлшенген айналу жиілігіне көбейткенде қайта жаза аламыз. Осылайша біз жарық жылдамдығы үшін бұл формуланы табамыз. Физо тәжірибесінде жарықтың жоғалуы тіркелген кезде дөңгелек секундына 12.67 айналыммен айналған. Дөңгелектің 720 тісі болды және жарық көзі мен бақылаушы арасындағы қашықтығы 8633 метрге тең болатын. Демек, жарықтың өлшенген жылдамдығы секундына 300 000 шақырымнан сәл жоғары болды. Бұл қазіргі заманғы мәнге өте жақын болды. Жарық жылдамдығы алғашқы рет тәжірибелік түрде қалай өлшенгенін түсінуге көмектесті деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет.